Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 1-ші сынып, 11-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін жаңа тақырыппен танысайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 0 цифры, 0-ді қосу және азайту. Бұл сабақта сен 0 цифрымен танысасың, оны қалай қосу және азайтуға болатынын білесің, меңгересің. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпа. Олай болса, суретке назар аудар. Бұл баланың аты Арман. Арманның қолында бірнеше шарлары бар. Шарларды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни Арманның қолында 7 шары бар. Бір мезетте Арманның қолындағы шарларының барлығы желмен ұшып кетті. Арманның қолында шар қалды ма? Қалса қанша шар қалды? Әрине, Арманның қолында шар жоқ, себебі олар ұшып кетті. Математика тілінде жоқ дегенді біз 0 цифрымен көрсете аламыз. 0 дегеніміз ол жоқ дегенді білдіреді және көрсетеді. Мысалы, жоқ дегенді біз 0 деп айта аламыз. Немесе, мысалы, қалтамда еш нәрсе жоқ. Немесе қолымда еш нәрсе жоқ дейтін болсақ, біз 0-мен көрсете аламыз. Сонымен балалар 0 жоқ дегенді, мүлдем ештеңе қалмады дегенді білдіреді. Суретке назар аударайық. 0 саны және цифры. 0 санын 0 деп оқимыз. 0 заттың жоқтығын білдіреді. 0 саны сандық сәуледе бір санның алдында тұрады. Себетке назар аудар. Себеттің ішінде 1, 2, 3 алма бар. Себеттегі алмалардың саны 3. Енді осы алмаларды балалар бір-бірден алып кетті. Бірінші алманы Анар, екінші алманы Айгүл, үшінші алманы Гүлнар алып жеп қойды. Себетте алма қалды ма? Балалар бөліп алғаннан кейін қанша алма қалды? Себетте ешқандай алма жоқ. Яғни біз оны 0 деп айта аламыз. Бірінші суретке назар аудар. Суреттен не байқадың? Түсіндір. Бұл жерде автобустан бірінші аялдамадан бір бала түсті. Яғни барлығы басында 1, 2, 3, 4, 5 бала болушы еді. 5-тен бір баланы азайтамыз. Қалады 4 бала. Келесі аялдамаға барғанда қалған 4 баланың ішіне тағы да біреу түсті. 4-тен 1-ді азайтамыз. 3 қалады. Келесі аялдамада 3 қалған баланың ішіне тағы да біреу түсті. 3-тен 1-ді азайтамыз. 2 қалады. 4-ші аялдамадан 2 қалған баланың ішіне тағы да біреу түсті. 2 азайтылған 1 қалады. Соңында еш қандай бала қалған жоқ. Яғни 1 азайту 1 тең 0. Автобустың ішінде ешқандай жолаушы жоқ дегенді білдіреді. Біз оны 0 цифрымен белгілей аламыз. Екінші тапсырма. Суреттен не байқадың? Есепте. Бірінші суретте балалар өздері отыр. 1, 2, 3, 4 бала. 4 балаға тағы да 0-ді қоссақ, яғни ешкім қосылған жоқ. Біз оны 0 деп алатын болсақ, бұл жерде барлық бала саны өзгермейді. 4 болады. Ал егер 4-тен 0-ді азайтып тастасақ, ол жерде де 4 шығады. Яғни балалар 0 цифрына кез келген санды қоссақ та, азайтсақ та, сол санның өзі шығады екен. Енді мына суретке назар аударайық. 4 бала отыр еді, ол 4-еуі де кетіп қалды. 4-тен 4 азайтамыз. Мына орындықта қанша бала қалды? Әрине 0. Яғни осы жерде есте сақтау керек балалар. 1-де 2 саннан азайтсақ, 0 шығады. Ол кез келген сан болуы мүмкін. 1-ден 1-ді азайтсақ та 0, 2-ден 2-ні азайтсақ та 0, кез келген 1-дей санды азайтсақ 0-ге тең. Үшінші тапсырма. Есептеп жауабын жаз. Мына жерде берілген есептерді бірге шығарайық. 3 қосылған 2, әрине 5, тамаша. 0 қосылған 1 тең 1. 5 азайтылған 2,
3-ке тең. 4 азайту 4, 0-ге тең. 4 қосылған 1, 5-ке тең. 4 азайту 0, әрине 4-ке тең. 3 азайту 3, 0-ге тең. 0 қосылған 2, ол бізде 2-ге тең. 5 азайтылған 3, 2-ге тең. 2 қосылған 0, 2-ге тең. 5 азайтылған 0, 5-ге тең. 4 азайтылған 3, 1-ге тең. Соңғы бағанды орындайық. 3 қосылған 1, 4, 5 азайтылған 1, 4, 4 азайтылған 2, 2-ге, 4 қосылған 0, 4-ке тең. Жарайсыңдар балалар, барлығын дұрыс шығара алдың деген ойдамын. 4-ші тапсырманы орындайық. Есепті шығар. 5 қарандашты 3 стақанға бөліп салды. Егер стақандардың біреуінде 1 қарандаш болса, онда қалған 2 стақанда неше қарандаштан болуы мүмкін? Бізде барлығы 3 түрлі стақан берілген. Бірінші стақанда бастапқыда балалар 1 қарандаш болған. Енді қалған 1, 2, 3, 4 қарандашты мына 2 стақанға бөліп салуымыз керек. Яғни біз оны қандай нұсқада сала аламыз? Ойланып көріп. Мысалы, біз бірінші стақанға 2, екінші стақанға 2 және соңғы 1 стақанда 1 қарандаш өзі болды. 2, 2-ден және соңғы қарандашты 1 стақанмен сала аламыз. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта кездесетін барлық тапсырмаларды орындадық. Келесі кездескенше сау болыңыз.